Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бүгінгі сіздер сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы кәсіби магазин арқылы миллиондар табудың схемасы. Именно предзаказ арқылы қалай айына 500 мыңнан до миллион спокойно табуға болады, соның жолын көрсететін боламыз. Енді қараңыздар, бірінші сабақтың ұзақтығы 20-25 минут болады. Сол уақыттарыңызды TikTok, Instagram арнағаннан көрі лучше осы жерден мықты пайдалы информация алып кетіңіздер, табысқа шыға алатындай информация беретін боламыз. Давайте бірінші өзімді таныстырып кетейін. Мен есімім Алмат Енжелов, жасым 24-те, Атырау қаласынан боламын. Үйленгенмін, семьям бар, қызым бар. Осы кәсіпте жүргеніме уже 3 жылдан астам уақыт болды. Қазіргі кезде осы системаны табыс тауып келемін. Именно предзаказ арқылы. Қалай екенін соны алда уақытта көрсемін. Және де мен сіздерге мықты бонустар дайындап қойдым. Ол қандай бонус дейтін болсаңыздар, кәсіби 1 миллион практикалық курс. Бұл осы уақытқа дейін бізде 9 поток болды. 600 бен примерно 700 адамның арасында уже обучение өткіздік. 30 сабақтан тұратын ең ауқымды жаңа бағдарламамен жасалған жүйелі онлайн курсты мен сіздерге тегін алудың жолын көрсемін. Бірақ оның сабақтың соңына дейін до конца қараңыздар, қалай алуға болатынын мен сіздерге айтамын. Егер сіз кәсіппен айналысатын болсаңыз, сіздегі басты проблемалар ол маржа өте аз, пайда жоқ, тауарды қайдан аламын, өтімді нешан табу қиын, товарым өтпей жатыр дейді, конкуренттер көп, демпинг шаршатты, барахолкамен жұмыс жасау невыгодно, көп табу үшін көп ақша керек. Осындай араларыңызда кәсіппен айналысатын адамдардың арасында осындай проблемалар бар ма? Біреу болсын? Бар по-любому. Егер сіз кәсіппен айналысқыңыз келіп жүрсе, сіздерге ең басты проблемалар олар сіздерде бастап кетейін десе қаражат жоқ болуы мүмкін. Қорқыныш бар, заказ түспей минусқа кіріп кетем ме деп қорқады. Налогтан қорқады, ауылда отырып жасай алам ба, кәсіпи блокта дейді. Если мен осы бағанағы айттым ғой, екеуін де салыстырдым ғой, сол екеуінің ішінде біреуі сіздерде бар болатын болса, сабақты до конца соңына дейін қараңыздар, осыған мен дейтін жол көрсетіп қойдым, чтобы мынандай проблема болмасы үшін деген сияқты. Енді мен давайте өзімнің табыстарымды, обороттарымды көрсетіп жіберейін. Бұл именно предзаказ арқылы жасаған обороттарымыз 2023 жылы 222 миллион, 61 миллион, 14 миллион бұл дейтін каждый ИП-дан осындай бізде обороттар жасадық. Бізде именно предзаказ арқылы жұмыс жасаған кезде бізде мынадай проблема жоқ. Оборотты көтеру керек, нешаны қайдан аламын, қалай сатамын деп мен отырмаймын. Бұл жақтайтын просто тупо тауарлардың барлығын сала берем, оборот көтеруіне уақытты отпаймын, неше іздемеймін, просто тауарлардың барлығын салам, қалай сатамын деп отпаймын, заказдар өзі автоматом уже түсіп бастайды. Оны мен алдағы сабақта қазір көрсететін боламын. Енді бұл стратегиямен именно предзаказбен айналысқысы келетін адам болсаңыздар, бұл любой уровеньге қарамайды. Қазірден бастап новичок адам болсаңыздар, спокойно бастап кете аласыздар. Неге дейтін болсаңыздар, дәлел бар, қараңыздар. Менің оқушыма осы схеманы бердім, предзаказ арқылы қалай сауда жасауға деген, соны оқып алды да, келесі күні сразу заказ түсірген. Ойлаңыздаршы, келесі күні сразу заказ түсірді, и осыдан таза бір 10-15 мың теңге пайда бар. Қараңыздар, отзывым білен қуанып тұрмын дейді. Дәл осайынан негізі кез келген адам жасайды. Новичок болмасын или уже опытный адам болсын, спокойно осы предзаказ арқылы жұмыс жасай алады. Енді мен осы предзаказға келгенге дейін оборотымды қараңыздаршы, 2022 жылы 31 миллион оборот жасадым. Бұл бір жылдың ішінде. Бұл жердің ішінде менде қандай проблема болды? Барахолкамен таңертең кешке дейін жүрем, энергиям, уақытым, көп уақытын кететін болды. Қытаймен де әкеліп, нешам дұрыс өтпей, товарым проблемалардан проблема деген сияқты. Ал енді именно предзаказға келген кезде Аллахтың қалауымен жақсы обороттар көрсетіп бастадым. Bir жылдың ішінде 79 миллион, тағы да басқа ИП-лар бар. И бұл жерде менде көп энергиям кеткен жоқ, банандай барахолканы аралап отырмын. Мен тек қана офисте банандай отырамын да, заказдар по факту заказ түсімен біз заказымызды сатып алып клиенттерге жеткізетін болдық. И осындай проблемаларды біз шештік. Давайте мен өзімді емес, енді оқушым туралы тоже информация беріп кетейін. Мысалы, менде Нұрислам дейтін оқушым болды. 3 айдың ішінде осы барахолкамен жасау арқылы 957 мың теңге жасады. 3 айдың ішінде. Осында айына примерно 300 мың теңгеден таза 100 мың теңге тауып жүрді. Ал енді осы оқушы менен оқып алып предзаказ жасаған кезде 3 айдың ішінде таза 4 миллион 200 мың оборот жасады. Ойлаңыздаршы, бір айдың ішінде сонда примерно 1 миллион 400 мың жасады, одан таза пайда 700 мың теңге. Ойлаңыздар енді. Именно предзаказ арқылы спокойно менен үйреніп алды да, и келесі айдан бастап уже таза айына 700 мың теңгеден жоғары жасап жүр екен. Ал енді сіздер табыс табатын уақыты келді деп ойлаймын, енді бастаймыз, кеттік. Кәсіпи арқылы 1 миллион гарантированный табысқа шығатын менің өзімнің авторлық методикам бар. Ол қандай дейтін болсаңыздар, біріншісі дұрыс стратегия таңдау керек. Қазір сіздерге стратегиялармен көрсетемін. Екіншісі товар сатылымын арттыру керек. Үшіншісі товарды арзанға алып келудің жолдары.
Неше таңдаудағы стратегия? Бізді миллионға алып келетін стратегияны қалай таңдаймыз? Самый основной бірінші 4 стратегия ол қандай дейтін болсаңыз, біріншісі классический стратегия. Ол именно барахолкамен жұмыс. Көп адамдардың басынан өткен шығар барахолкамен жұмыс деген сияқты. Бұл жақта вечно өтетін тауарлар түрлерін іздеп жүру керек, көп аралаймыз, көп уақытымызды, энергиямызды құртамыз. И бұл жақта минусқа кіріп кету өте оңай, потому что дұрыс есептей алмаймыз көп. Бұл жақта еще бағаны көтеріп тастайды, қымбат түсіп кетуі мүмкін деген сияқты. Бұл жақта таңертең кешке дейін жүреміз, көп банандай бір жерде бітіп қалатын болса біз екінші жерге барамыз, сөйтіп уақыттарымызды ала кетіреміз. Бұл жақта риск аз, потому что дейтін заказ по факту түссе ма, біз барамыз, сатып аламыз да уже апарып береміз. Бағасы каждый раз өзгеріп, оны сіздерге айттым. Ал енді екінші стратегия ол Қытай стратегиясы. Бұл жақта үлкен вложение керек. Мысалы, сіздер мына жерде 40-50 мың теңге, 20 мың теңгемен бастап кете алмайсыздар, потому что қымбат келуі мүмкін сіздерден. Как минимум бір 400-500 мың теңге бастайсыз, еще 500 мың теңге бастаған өзіне сіз примерно 3 товардың ассортиментін әкеле аласыздар. Еще оның ішінде сіз дейтін ол товарлар өте ме, сіз гарантия білмейсіздер, хотя соның біреу өтіп кетуі мүмкін, екеуі өтпей қалса, сіз уже минусқа кіріп кетесіз. Бұл жақта всегда вечно өтетін товарлардың түрін іздеп отырасыз, анализ отырасыз. Минустар да бар, Қытаймен жасағанның товар бірақ келіп қалуы мүмкін, или жолда шатасып кетуі мүмкін деген сияқты, или жетпей қалуы мүмкін, аз салып жүру мүмкін деген сияқты. И осындай рисктер бар. Но бірақ Қытайдың стратегиясын жаман демеймін, Қытайдың стратегиясы өте жақсы. Жақсы маржада көруге болады, просто дұрыс правильно жұмыс жасап білсеңіздер. Үшінші стратегия бізде ол поставщик стратегиясы. Поставщиктердің тізімін іздеп отыру керексіз, дистрибьютор, дилер, банағы оптовиктар, үлкен банағы сататын опын сататын адамдарына деген сияқты. Бұл жақта бір жақсы риск аз, сіз готовый тауарларды просто салып қоясыз да и предзаказбен жұмыс жасауға болады. Бұл жақта склад керек емес, маржа бұл жақта өте аз, пайда өте аз болады. И және де бұл жақта өздерінің каждый дистрибьютормен жұмыс жасайтын болсаңыздар, өздерінің условиясы бар. 2 миллионға, 3 миллионға сатып ал деген сияқты. Бұлардың барлығы бізге новичок болсаңыздар, уже действующий болсаңыздар, пока что невыгодно. Лучше бұл жақта мықты стратегия бар, ол дейтін өзімнің любимый стратегиям предзаказ стратегиясы. Бұл жерде сіз постоянно ниша зерттеп, қайсы жақсы өтеді деп отырмайсыздар. Тек қана просто товарларды саласыз и все, олар дейтін автоматтың заказы келіп бастайды. Біз Каспийдегі жоқ товарларды салып бастаймыз. Мұндайықтағы предзаказдың плюстарын айтып кетейін. Именно конкуренция жоқ. Не үшін? Потому что біз дейтін Каспийде жоқ товарларды сатамыз, баға түсіру демпинг жоқ и пайда көп табамыз бұл жақтан. И товардың үстінен 3-4 есе қосып спокойно табуға болады. И енді есептей беріңіздер қанша ақша табуға болатынын. Қазір мен мысалмен келтіріп қойдым. Бұны негізі любой адам бастап кете алады. Қолында бар жоғы 20-30 мың теңге ақшасы болатын болса, сіз уже бүгіннен бастап кетсеңіздер де болады. Қолда товарыңыз болмаса, спокойно бастап кете аласыздар. Предзаказ стратегиясының функцияларын айтып кетейін, қараңыздар. Если бірден 1000 товар салып тастайтын болсаңыздар, күніне 10-15 заказдан түседі и уже спокойно айына 500 мыңнан жоғары таба аласыздар. Соның арқасында неше таңдап отырмай бірден сатылымға көшіп кетуге болады, демек уақыт экономдайды. Біз қалаған оборотқа жетуге болады, өз табысымызды планировать ете аламыз. Ол қалай дейсіздер? Мысалы, айына бір 200 мың, 300 мың теңге тапқыңыз келетін болса, примерно 100 товарды сатып қойсаңыз болады. Если айына бір 3 миллион, 5 миллион теңге таза тапқыларыңыз келетін болса, примерно 10 мың товар салып қойсаңыздар, спокойно таба аласыздар. Сол үшін мына жерде смело планировать етіп жұмыс жасауға болады. Енді функциялары, бұл жақта үлкен складтың қажет жоқ, үлкен команда деген сияқты ондай қажет жоқ. Стратегияны үйреніп, бірден әрекетке көшіп кетуге болады. Банандай көрсеттім, мысалын сөйтіп спокойно уже келесі күні заказ түсіруге болады. Кез келген адам бұл стратегиямен жұмыс жасай алады, үлкен бюджет қажет емес, минимально 20-30 мың теңге болса болғаны. Енді бұны біз қалай саламыз? Банағы сайт или поставщиктардан аламыз товарларды, бірінші Каспийға жүктейміз, товарларымызды саламыз, и содан кейін банағы Excel файлға жүктейміз. Excel файлға жүктелгеннен кейін бізде предзаказ уақытта қойылады, и оған біз маркетинг қосамыз. Маркетинг қосылғаннан кейін бізге заказдар түсіп бастайды. Мысалы, мына жерде көретін болсаңыздар, 585 мың теңге құртып 6 миллион 700-ге товар заказ келген. И бұдан таза пайда, менде 3 миллион теңге қалып тұр. И мен 3 миллионның 500 мың теңгесін банағыдай реклама құрттым, и таза 2,5 миллион теңге қалып тұр. И бұл менде тек қана бір ИП, и бізде осындай ИП-лардың магазиндер өте көп. Енді қараңыздар, заказ сіздерге мына осайынан түседі. Заказ осай түскеннен кейін сіздер бана сайт болсын, поставщик болсын, товарларыңыз заказ бересіздер, и оны біз клиентке жеткізіп береміз. Дәл осайынан жұмыс жасайды, дым қиындығы жоқ, и осай сіздерге күнделікті заказ түседі. 31 мың, 14 мың, 113 мың, 89 мың деген сияқты заказдар күнде түсіп отырады. Енді мен банағыдай новичоктарға арнап схема жасап қойдым. Қалай новичок адам бір айдың ішіне таза 500 мың теңге табысқа шығуға болатын.
Ол үшін сіздерге не істеу керек? Примерно товардың санын 500 салып тастайсыз. Рекламаға бір айға 50 мың теңге, оны дейтін күнге бөлген кезде өте арзан келеді. Күніне емес, бір айда сатылым 100 болу керек. И сол кезде средний чек 10-15 мың болатын болса, таза пайда спокойно 500 мен да миллионы табуға болады осы схеманы. Енді сіздерге мысалмен көрсетейін. Предзаказбен қалай жұмыс жасаймыз? Біздің қолымызда жоқ товарды салып қоямыз. Ол Китайдан болуы мүмкін, Россиядан болуы мүмкін, Турциядан болуы мүмкін. Мысалы, Китайдан мына сумканың бағасы 16 юань. Ол 1000 теңге тұрады. Келуімен 1500 теңге болады. Алматыға дейін 1500 теңге болады. Мысалы, мына сумканы қарайтын болсақ, дәл осы сумка Каспиде тұр екен, дым продавец жоқ, сатылым бағасы жоқ, отзывы бар, уже клиенттер сатып алған екен бұрын. И дәл осындай товар тұр, оның бағасын 6000 теңге сатып жатыр. Ойлаңыздаршы, 6000 теңге, 1500 теңге тұрады, 6000 теңге сатады. И осының үстінен 4 есе қосып сатып жатыр. 1500 теңгенің үстінен 4 есе қосып сатып жатыр. Енді сіз осындайдың примерно 100-ден бір 500-ге дейін сатып айтын болсаңыз, күніне 10-15 заказ отырады. И енді есептей беріңіздер, қаншама ақша табуға болатын. Бұл тек қана Қытайда көрсетіп қойдым. Қытайдан примерно бір где-то 10-12 күнде келеді среднем, Россиядан 3 күнде келеді, Турциядан 7 күнде келеді. Сіз сөйтіп салып қойып, спокойно клиенттермен жұмыс жасауға болады. Мысалы, сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Клиент оны күте ма деген сияқты, 10 күн, 12 күн күте, Қытайдан күте ма деген сияқты күтеді. Неге күтпейді? Потому что ол Каспиде именно мынандай товар жоқ қой, басқа сатып отырған. Адамдар күтуге дайын. И мысалы бізге заказ түскен кезде, біз клиентке хабарласамыз, заказбен таныстыңыз ба, уақытын көрдіңіз ба, 10 күнде келеді, сіз күтуге дайынсыз ба дейміз. Иә, мен күтуге дайынмын дейтін болса, біз заказ береміз, и все, клиентке жеткізіп береміз, и өзіміздің пайдамызды табамыз. И мынау сұрақ не үшін айтатын? Араларыңызда сұрақ болуы мүмкін, отмена болып кетпей ма деген сияқты. Бірінші клиентпен сөйлесіп аламыз. Предзаказды енді бастау үшін бізге не керек? Хотя бы күніне 3-4 сағат уақытыңызды бөлу керексіздер. Минимум 2 сағат уақытыңызды арнасаңыздар жарайды. Қалтаңызда бір 20-30 мың теңге минимум ақша болатын болса, уже бүгіннен бастап кетсеңіздер болады. Но выше болса өздеріңізге жақсы. Ноутбук болу керек. Если ноутбук болмаса, ол да тоже проблема емес. Пока что временно ағайын туыс достарыңыздан, жақын адамдардан сұрап алсаңыздар болады. И ақша тапқан кезде ноутбугыңызды беріп, өзіңіз бушын алып алсаңыз болады. И главное желание болу керек. Если желание болатын болса, спокойно болсаңыздар, ал желание болмаса, лучше бастама қойсаңыздар болады. Бұл енді вечный активте айтсақ та болады. Бұл тауарларды салып қоямыз, и бізге всегда заказдар түсіп жатады. Біз бұл арқылы пассивно табыс тауып отырғанымыз деген сияқты. Бұны сіз дополнительно ретінде қарасаңыз болады, өзіңіз дайындап жүрсеңіз, или осыны основной доход қылып, спокойно до миллионадан уже 5 миллионға шейін табысқа шығуға болады осы арқылы. Стратегияда ең басты ол структура емес, дұрыс аналитика, маркетинг және сатуды арттыратын құралдар. Енді осы сатылымдағы қателіктерді жібермейтіндерді айтып кетейін. Сіздерге стратегияны дұрыс таңдау керек. Бана айтып отырмыз ғой, барахолка, Китаймен, поставщиктармен деген сияқты сол предзаказбен дұрыс стратегия таңдау керек, қателеспеу керек, маржаны дұрыс есептеуіміз керек. Системаны өзі түсінбей просто жасап кетуге болмайды. Мысалы, дым опыт жоқ, дым білім жоқ, просто товарға салып сатып кететін болсаң, ол сен минусқа кіріп кетуі мүмкінсің де, бәленбай миллионға деген сияқты. Лучше опыт жинап алып бастап кеткен дұрыс. Сатылымдарға дұрыс ответственность салу керек. Мысалы, сізге заказ беріп қояды, 8 күн ожидание болатын болса, сіз сразу заказ беру керексіз. Клиент күтіп қалмау керек, ответственность алуымыз керек бұл жақта. Ал енді система бойынша табысқа шығу үшін бізге не керек? Стратегияны дұрыс таңдауымыз керек. Мысалы, ол предзаказ, магазинді дайындау, товарларды саламыз, маркетинг қосамыз, и все, дұрыс система қоятын болсақ, бізге бұл автоматтың уже пассивный ақша алып келіп тұра алады. Айыршақтармен детальный сіздерге танысу үшін мен өзімнің предзаказ курсыма шақырамын. Курстан кейін сіз дейтін гарантированно табысқа шығып кете аласыздар. Не үшін мен олай айтып жатырмын гарантированно деп? Потому что бізден көптеген адамдар оқыды, и сразу келесі күні осы уже товар салып тастағаннан кейін уже предзаказдан заказ отырады. Бұл жерде нулевой аккаунт болса, новичок болсаңыздар, спокойно заказ тұра аласыз. Бұл мен уже өзім атынан гарантия бере аламын, спокойно сіз табысқа шыға алады деген сияқты. Енді барлығы Аллахтан, но бірақ сіз амал ететін болсаңыз, Алла Тағала жолыңызды ашып, сізге спокойно заказ түсіруге болады. Енді курс кімге арналады? Магазины бар, бірақ табысы жоқ адамдарға. Енді бастағысы келеді, бастағысы келіп жүрген адамдарға, оборотын көтергісі келетін адамдарға, ниша таңдап, қадалып уже шаршаған адамдарға, стабильно 3-4 миллион тапқысы келетін адамдарға именно осы курс біздің арналады. Курста енді предзаказ курсында не болады? Новичоктар болсаңыздар, ИП-ні қалай ашамыз, налогтың отчеттары, кассепейдін ашу, магазин ашудың 4 жолын көрсетеміз. И және де кабинетпен танысу, товар маржасын дұрыс санау, кассе магазинге товар салудың жолдары, предзаказбен қалай жұмыс жасаймыз. Үшінші модуль
шет елдермен, бағанағы Қытаймен, Россиямен, Турциямен жұмыс істеген сияқты. Бұл жақта қараңыздар, максимум біз 45 күнге шейін сала аламыз. Біз тек қана Қытай, Россия, Турция емес, Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, Европа болсын, Америка болсын, әкеліп сата берсек болады. Бізде 45 күнге шейін әкеліп сатсақ болады. Ну, среднем бір 10-12 күннен аспай, спокойно әкеліп сата берсеңіздер, жақсы сатылым болады. Бұл жерде предзаказ кезінде білу керек жайттар, маркетинг арқылы сатылым көбейту, бот қосу, менеджердің сатылымға ықпалы. Курсқа енді не кіреді? Арнайы жазылған 15 сабақтан тұратын курс, 4 бонус бар, бағанағы таблица, маржа санау, маркетинг деген сияқты категорияның списоктары, 30 сабақтан тұратын кәсіппен 1 миллион курсын сіздерге тегін береміз. Сабақтар бұл сіздер навсегда қалады. Бұл уақытша емес, навсегда алып қала аласыздар. Бағанағы айтылып кеткендей бонус 200 мың теңге тұратын кәсіп бойынша толық курсымды сіздерге тегін беремін. Осы предзаказ курсын алатын болсаңыздар, сіздерге тегін беремін. Осы уақытқа дейін бізде 700-ден астам адам оқып шықты, 30-дан астам сабақтар бар. Толық кәсіппен шығып, осыны үйрететін боламыз. И бұл жақта обратный связь бар. Бағанағыдай куратор болады, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, спокойно сұрап, уже ары қарай табысқа шығып кете аласыздар спокойно. Енді бағанағыдай 200 мың теңгенің сабақтың ішінде не бар? Курсқа 100% қалай нәтижеге жетеміз, табысқа жететін кедергілерді, мысалы, цельді қалай қоямыз деген сияқты, кәсіби кабинетпен танысу, маркетинг, бұл жақта уже детальный көрсетеді. Табысымызды арттыру, менеджердің сатылымға ықпалы, рейтинг деген сияқты, Қытаймен, сайттармен, поставщиктармен қалай жұмыс жасаймыз деген сияқты, доставканың түрлері, категория, жабық бренд, категорияларды қалай ашамыз, соның барлығы кіреді. И менің осы сабақтағы 200 мың теңге тұратын курсымыздағы оқушыларымыздың отзывтары осы жерден асықпай стопқа қойып тыңдап алсаңыздар болады. Енді сонымен стратегияның бағасы қанша? Авторлық методика, 15 сабақтан тұратын курс, қосымша материалдар, және де сабақтың презентациясы, кәсіппен 1 миллион теңге үшін курсын бар жоғы 100 мың теңге алуға болады. Но оның біз барлығы емес, тез шешім қабылдайтын адамдарға 24 сағаттың ішінде мен бар жоғы 19.900 теңге беретінмін. Ойлаңыздаршы, 19.900 теңге қаншама информация бар. Сіз осы 19.900 теңгеге сатып алып, сіз уже келесі күні спокойно заказдар тауып, осыны 1-2 күннің ішінде жауып тастауға ойлай беріңіздер енді дейтін. Курс туралы оқушыларымыздың пікірлері. Бұлар уже кәсіппен айналысатын адамдардың пікірлерін қарайық. Мысалы, менің сабағым сатылды 20 мың теңгеге. Мынандай пайдалы көп информацияны неге мынандай бағаға беріп жатсыз дейді. Мына жерде қарайды, информация 200 мыңға тұрарлық екен дейді, рахметін айтып жатыр. Мысалы, негізі біз курсымызды өзіміз 500 мың, миллион теңге сатамыз. Осы білімдердің барлығын қосып, біз бар жоғы 20 мың теңге беретінбіз, 19.900 теңге. Біз халыққа пайдалы болайық, ақша көп тапсын, қарыздарынан құтылсын деген мақсатта беретінбіз. Негізі біз тегін де бердік. Но адамдар оның қадірін, несін білмейді, құнын білмейді адамдарға, жасамайды да, рахметін де айтпайды. И сол үшін жасағысы келетін, реально жасайтын адамдарға біз 20 мың теңге баға қойдық. Және де 20 мың теңге қазір қолымызда болмайтын болса, даже 3 айға, 6 айға, 12 айға бөліп төлейтін болсаңыз, айына бар жоғы 12 мың, айына 1,5 теңге келеді. Ойлаңыздар енді. Енді тез шешім қабылдайтын адамдарға оплатаны қалай жасаймыз? Мысалы, 807 334 60 69 номеріне 19.900 теңгені жібереміз и чекті 801 717 7181 номеріне WhatsApp-қа менің екінші номеріме осы жаққа чекті жібересіздер. Ассистентім сіздерді қабылдап Telegram каналға қосатын болады. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде орын саны шектеулі. 238 адам уже курсты алып қойды. Тек қана бізде уже енді 62 адам толатын болса, біз уже продажаны жауып тастаймыз. Осыған продажа ашылмайды предзаказ курсы. Сол үшін давайте үлгеріп қалдыңыздар. Мына продажа уже 1-2 күн ішінде жауып қалуы мүмкін. Тек қана 19.900 теңге 24 сағаттың ішінде арналған. Ал ол 24 сағаттың ішінде үлгермейтін болсаңыздар, бағасы 100 мың теңге болады қайтып. Ал не дейін енді басқа, мынандай возможность жер алмаңыздар, ешқай жерде мен 20 мың теңге сатылатын курсты көрген жоқпын, именно осындай білімі барды. В основном барлығы кәсіби курсты 500 мың, миллион, 200 мың теңге сатады. Ал бұл жерде сіз бар жоғы 20 мың теңге даже бөліп төлеуге болады. Ал енді не дейін сіздерге, қайырлы білім болсын, жақсы результаттар көрсетіңіздер. Сау саламат болыңыздар, кездескенше.